Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2024 жылы жарық көрген «Призрачный киллер» фильмі. Жалдамалы кісі өлтіруші Кудо пышақпен қаруланған 3 адаммен шайқасты. Ол бұл ауыр ұрыстан жеңіспен шығып, шабуылдағандардың бәрін өлтірді. Алайда артынан бір белгісіз адам оны атып кетті. Қылмыс болған жер дереу тазаланды. Жолда тек бір гильза ғана қалып, оны адамдар тепкілеп, қала бойымен домалатып жіберді. Кейін біз студент қыз Фумиконы көреміз. Ол кафеде ауысымын аяқтаған соң бір блогермен кездесуге барады. Бірақ блогердің орнына оның менеджері келеді. Әңгімелесуші өте жағымсыз адам болып шығып, қызға тиісіп бастайды. Я накачал мышцы. Хочешь потрогать? Они правда накачаны. Фумика бұл кешті жеңіл өткеру үшін ішіп алсам оңайырақ болар деп ойлады. Ол тіпті әлгі жалықтырып жіберген жігіті теуіп жібергісі келді, бірақ тәрбиесі оған жол бермеді. Баспалдақпен көтеріліп келе жатып, мас қыз сүрініп құлап, әлгі гильзаға тап болды. Ол оны не үшін екенін өзі де білмей көтеріп алды да, сол сәтте атылған оқтың көрінісін көріп қалды. Пәтердің есігінің алдында Фумиканы құрбысы Маха күтіп тұрды. Қызды әдеттегідей жігіті ұрып соғыпты, сол үшін ол досынан жұбаныш іздеп келген еді. Алайда Фумика жалғыз емес болатын. Ас үйде үсті басы қанға боялған бір үрейлі ер адам тұрды. Көп ұзамай Фумика оның елес екенін, әрі оны тек өзі ғана көре алатынын түсінді. Бір сәтте әлгі елес ғайып болды. Осы кезде Маханың телефонына қоңырау келіп, ол асығыс кетіп қалды да Фумиканы жалғыз қалдырды. Ничего, что она ушла? Қорыққаннан Фумика жерге құлап түсті. Елес оған көмектеспек болып, қолынан ұстап алды. Сол сәттен бастап Фумиконың денесін екі болмыс бөлісе бастады, олардың бірі тірі емес еді. Қыз мұндай бассыздыққа қатты ашуланып, әлгі еркектен ішінен шығып кетуін талап етті. Таңғаларлығы, Кудо оны тыңдап, денесінен шықты, бірақ жаңа танысын енді жалғыз қалдырғысы келмеді. Фумика бар күшімен қаша жөнелді, ақыры құрбысын көрді. Ол тағы да өзінің жексұрын жігітінің қорлығын көріп жатыр екен. Может, ты что-то и видел? Но это только между нами двумя. Йосуки Маханы күштеп өз үйіне сүйреп апарды, ал ол жерде оны ешқандай жақсылық күтіп тұрған жоқ еді. Кудо студент қызға әлгі сұмырайды жазалауды ұсынды. Ол үшін бар болғаны елестің қолынан ұстауы керек, сонда оның күші Фумикаға берілетін еді. Что ты сделаешь, если мной завладеешь? Накажу его. Фумика бастапқыда бас тартты, бірақ ақыры Кудоның қолынан ұстауға бел буды. Қыздың денесін иемденген киллер Йосукидің аяғынан теуіп жіберді. Ол қайтадан Махадан өшін алмақ болды, бірақ Фумика оның қолын қайырып, бетіне ұрып жіберді. Сол сәтте ұрудың да қаншалықты ауыр болатынын түсінді. Теперь я точно тебя убью! Кудо қыздың денесінен тым ерте шығып кетті. Йосуки оны асфальтқа жығып, қылғындыра бастады. Өкінішке қарай, Фумика енді елестің қолына жете алмайтын еді. Бірақ сол сәтте Маха сүйіктісінің басынан шлакоблокпен бір ұрып жіберді. Құрбысы Фумиканың біреуді көріп тұрғанын түсінді, ал Фумика оны жоққа шығармады. Никто его не видит. А я говорил, я реально призрак. Қысқасы, ол әлгі жауызды тек елеске иеленгені үшін ғана жеңе алды. Фумика бір сайттан елесті тұздың көмегімен қуып шығуға болады деп оқыған, бірақ кафеде тек бекерге шашып төгіп, еш нәтиже шығармады. Кудо оған өзінің қалай пайда болғанын түсіндірді. Фумика оны өлтірген қарудан атылған гильзаны тауып алған екен. Сол себепті оның рухы соған байланып қалған. Ал елесті толықтай босату үшін Кудоны өлтірген адамды өлтіру керек екен. Тек сол кезде ғана оның өшпенділігі басылады. Бірақ Фумика мұндайға барғысы келмейді. Сондықтан ол елесті жай ғана елемеуге тырысып көрмек болды. Не кранты! Лучше бы я заводил солдата. Фумика қайтадан барға барды, бірақ бұл жолы блогермен өзі кездескісі келді. Оның 70 мың жазылушысы бар екен. Фумика оның жанында жұмыс істеп, тәжірибе жинағысы келді. Алайда өмірде ол аздап ақымақ болып шықты, сондықтан қыз тез бардан кетуге асықты. Дегенмен орындықтан тұрған сәтте Фумика тіпті құлай жаздады. Сол кезде байқалды, әлгі адамдар оның ішімдікке бірдеңе қосқан екен. Наруми күледі. Бүгін дәрі әдеттегіден тез әсер еткен сияқты. Дегенмен Фумика есінен таңғысы келмеді. Көрінгендей киллер блогердің не істейтінін білген. Ол жұмыс істейтін ұйым бұл таблеткаларды зорлық көрсетушілерге, соның ішінде Нарумиге де сатады. Сондықтан Кудо қызды бұл қауіптен алдын ала ескертіп үлгерген. Твоя контора гниль, надеюсь, вы все сдохнете! Я же сказал, я уже мертв. Заткнись! Фумика жай ғана бармауға да болатын, бірақ ол қылмыскерлерді жазалағысы келді. Айтпақшы, барменде зорлық көрсетушілермен бірге екен. Сол адам оның ішімдігіне ұйықтататын дәрі қосқан. Басында Фумика қылмыскерлерге полицияға берілуін ұсынды, бірақ олар наивті студент қызға күліп қана қойды.
Сол кезде қыз жаман әрекет жасауға бел буды. Кудо денеге ие болып, асықпай шабуылға кірісті. Ол менеджерді жерге түсіріп, оның бетін қатты соққылап, шында бұрып жатты. Боже мой, что дальше? Заткнись, а то язык прикусишь. Кудо мұз сындыру пышағын қолына алды, бірақ Фумика ешкімді өлтіргісі келмеді, сондықтан кейлер оны шейкерге ауыстырды. Блогер бөлмеде ес-түссіз болды. Енді бармен каратешілермен күресуге тура келді. Қыздың соққылары тым әлсіз болғандықтан Кудоға әдеттегіден көп күш салуға тура келді. Фумика жебемен қаруланып, жауын қанға бояды, содан кейін оны қысып, басын қатты ұруға кірісті. Погоди, а он милый? Пока нет. С твоими-то ручонками секунд 30 потребуется. Қылмыскерлерді жазалағаннан кейін Фумика жылап жіберді. Барлығын өзі жасаған үшін оған өте қорқынышты болды. Кудо қыздан өзінің танысына телефон соғуды сұрады. Кагихарада киллер, бірақ тек ол ғана бәрін ретке келтіруге көмектесе алады. Бір сәттен кейін кафеге жас жігіт кірді. Оған осы жерде не болып жатқанын қалай түсіндіру керек екені ойландырады. Господин Кудо стал призраком и теперь вселился в меня. Больше всего на свете я ненавижу тупые шутки. Кагихара пышақты шығарып, әзілқой қызды өлтірмек болды. Бірақ денеге қайтадан Кудо кіріп кетті. Шәкірт әлі өз ұстазын жеңе алмай тұр. Кагихара тазалауға кірісті. Ол 4 денені контейнерге салып, бір жерге алып кетті. Киллер айтып берді, жақында олардың бастығы қайтыс болғанын. Енді ұйымды оның ұсақ түйек ұлы басқаруда. Кудо бұл өзгерістерге қанағаттанбады. Мүмкін сол себепті оны да алып тастады. 4 қылмыскер қоймаға жеткізілді. Дәл осы жерде Кудо барлық атқандарын және азаптауларын жүргізген екен. Кагихара қызға тапанша ұстатып көрді, бірақ Фумика бұған қатысқысы келмеді. Ты уже преподал им урок. Отпусти их. Когда дело доходит до пыток, мне равных нет. Тебе лучше этого не видеть. 4 қылмыскер өлер алдында едәуір азап көрді. Атқарылған жазадан кейін Фумика ақыры үйіне қайтуға мүмкіндік алды. Қыз өлген киллерге ризашылығын білдірді. Бүгін ол бірнеше рет шын мәнінде көмектесті. Киллерге жақсы істер жасау ұнады, тіпті өлімнен кейін де. Әзірге жаңа басшы боулинг ойнап көңіл көтеріп отыр. Алайда ол шарды өз қол астындағы адамдарын сыратып қиратып ойнайды. Сол адам Кудоның денесін кесіп жасырған болатын. Он избавился от тела Кудо. Да мне плевать. Хочу посмотреть, выдержит ли он 50 страйков. Кагихара кіргенде бандит ақыры өлтірілді. Кудо тірі деген ақпараттан дүрбелең шықты. Кагихара шын мәнін айтып, жағдайдың қалай екенін түсіндірді. Масаки өз қарамағындағы адам әзілдеп тұрған шығар деп, немесе әлі тірі киллерді жасырып отырған шығар деп ойлады. Сол кезде басқа басшы өз бандиттерімен бірге Лагавоға кіріп келді. Ол Масакиді өз адамдарын өлтірді деп айыптады. Жас бандит сол сәтке дейін Жапониядағы ең мықты киллерді жалдауға үлгерген еді. Касура Всешайканы көрші бөлмеге апарып, оны небәрі 10 секундта жеңіп шықты. Кагихара, я больше тебе не доверяю. Кагихара басшыға сол студент қыздың қайда тұратынын айтып берді. Оған әліптің бірі ретінде Кудо кірді деп ойлаған еді. Елес алдын ала киллерлердің жақындап келе жатқанын сезіп қалды. Надо было заложить мины. Нельзя! А если мой сосед на них наступит? Қақпа бұзылған сәтте Фумика өз денесін киллерге беріп қойған еді. Кацура атыс жарқылдарын көріп, бөлмеге кірді. Бірақ студент қыздың мәйіті орнына ол соққы көрген бандиттерді көрді. Кудо қызды қайтадан сол қоймаға келді. Онда оны Кагихара күтіп тұрды. Фумика бұл жағдайда мезі болып, киллерге орта саусағын көрсетіп жіберді. Кагихара тапанша шығарып, бірақ Кудо оны бірден күшпен ала қойды. Ол мен шәкірті арасындағы тағы бір шайқас басталды, және Кагихара қайтадан ұстазын жеңе алмады. Сол кезде жас жігіт мойындады, Кудоны өзі өлтірді, өйткені иесі солай бұйырған, ал ол тек адал қызметші ғана. Кудо дәл сол сәтте олардың соңғы сөйлескен сәтін есіне алды. Шәкіртін атуға көндіргенде сол еді, әйтпесе оны өз өмірі үшін өлтірер еді. Теперь я вспомнил. Думаю, у меня сердце остановится. А он тяжелый. Фу! Мне страшно. Кагихара ұстазының қыздың әсерінен өзгеріп кеткенін байқайды. Бұл кезде қылмыскерлердің ордасында жас басшы ашуға булығып жүр. 4 бірдей бандит бір қызды жеңе алмаған. Кацура бәрін жазаламақ болады, бірақ Масаки оны тоқтатып қайтадан Тифа Микуға бұйрық береді. Студент қыз ойланып қалады. Неге бұл ұйымды түбегейлі жоймасқа? Солай еткенде пәтерін тасталған еткендер үшін де, Кудо үшін де кек қайтарған болар еді. Кагихара бұған құлықсыз болса да келіседі, бұл оңай шаруа емес екенін түсінеді.
Кудо қызға тірі қалатынына уәде береді. Ол енді тағы бір адамның өмірін құрбан еткісі келмейді. Елестей болған Кудо алда жүгіріп, әр қауіп туралы Тифа Миканы алдын ала ескертіп отырады. Олар қару-жарақ қоймасын тауып, Кудо серігіне барлық қаруды жинауды тапсырады. Я не могу взять все! Положи в карманы! Енді істі киллерге беру уақыты келді. Кагихара барлап, базаға 20 қарулы жауынгер кіріп тұрғанын анықтады. Ол ұстазымен бірге шабуылға шығып, бір-бірлеп бандиттерді атып тастай бастады. Бандадан қалған ештеңе қалмаған кезде, ақыры Касура шайқасқа кірді. Онымен күресу әлдеқайда қиын болатын. Фумика тапаншасын құлатты, қолында тек пышақ қалды. Кудо киллердің орналасқан жерін анықтап, қыз артынан келген сәтте қайтадан оның денесіне кірмек болды. Касура бөлмеге кірді. Енді елі студент қызды қашықтықтан басқаруда. Үздік сәтті күтті де Фумика денесін киллерге берді. Бірақ Касура өте мықты болып шықты, сондықтан өзін оңай пышақпен өлтіре алмады. Басталды өмір үшін шайқас. Кудо ешқашан мұншалықты күшті қарсыласқа тап болмаған еді. Ол қыздың денесіне зақым тимеу үшін бар күшін салуы керек болды. Пышақ жерге түсті. Ұзақ шайқас таза қол күресіне ауысты. Бір сәтте Касура Фумиканың қабырғасын сындырып алды, қорғану қиынға соқты. Тез әрекет ететін киллер қарсыласқа секіріп келіп, оны құшақтап, зақымдалған қабырғаны жұлып ала бастады. Кудо құшақтан шықты, бірақ бірнеше секундтан кейін Касура әлсіз жерге аяғымен қатты соққы берді. Содан кейін қуатты хайкикпен иегіне соққы жасап, Кудо есінен танып қалды. Дегенмен Фумика есін жинап, киллердің оны қысып өлтіргісі келетінін түсінді. Өлімді қаламай, қыз Касураны құйрығынан соққы беріп, локтінде қосып ұрды. Содан кейін қайтадан эстафетаны Кудоға берді. Ол киллерді нокауттап үлгерді. Касура таңғаларлықтай жылдам есін жинап, қайтадан тұрып кетті. Бірақ оны Масаки кездей соғатты. Келесі кезекте Фумика болуға тиіс еді, бірақ Кагихара пайда болып, ұстазға тапаншаны лақтырып берді. Кудо бандиттің екі тізесінде атып тастады. Стерва! Да кто ты вообще такая? Я студентка. Заплати за мою квартиру, мерзавец! Бұрынғы басшыны Кагихара жазалады. Сол сәтте ғана Фумика қаншалықты ауырғанын және бандиттік жанжалдардың оған қаншалықты шаршағанын түсінді. Қыз шығысқа бет алды, ал бұл жолы Кудо оның артынан бармады. Что говорит Кудо? Кудо? Фумика Кудоның кеткенін түсініп, ақыры өз өміріне қайта орала алатынын сезді. Я переведу деньги на ремонт квартиры. Больше мы не встретимся. Прощай. Достар, шолуымыз ұнаған болса, видеоға лайк басып, біздің арнамызды қай қаладан қарайтындарыңызды пікірге қалдырыңыздар. Кинотаймдағы фильмдердің толық нұсқасын Telegram каналымыздан көре аласыздар. Келесі кинотаймда кездескенше.